Айгөлек пен Нұрлыбек эфир сыртында қосылды. Жаңа қосылайықтың атышулы қатысушысы Айгөлек пен Нұрлыбектің арасында күтпеген жайты орын алды. Ләззатпен қарым-қатынасын үзген Нұрлыбек мырза Айгөлекпен жаңа танысуды Instagram арқылы тікелей эфирде бастады. Бұл туралы олар әлеуметтік желіде танысу видеоларын көрсетті. Тіпті Айгөлектің өзі Нұрлыбектің тікелей эфиріне қосылып, бір-бірімен жылы лебіздерін білдірді. Айгөлек Нұрлыбекке әзіл қалжың айтып сөздері бір-біріне сай келетін. Тікелей эфирде желі қолданушылары Нұрлыбекке Айгөлекпен кездесе бастадыңыз ба, өте әдемі жұпсыздар, деп жазды. Нұрлыбек болса, желі қолданушыларының барлық сұрақтарына үнсіз күліп, үндемей бірақ жауап берді. Нұрлыбек Айгөлекке сені қатты уайымдап жүрмін деді. Осы кезде Нұрлыбек пен Айгөлектің тікелей эфиріне Ләззат ханым қосылды. Күтпеген жағдай орын алды. Ләззат Айгөлек пен Нұрлыбекке қатты ашуланды. Содан Айгөлек қызымыз Нұрлыбектің тікелей эфирінен шығып кетті. Желі қолданушылары Ләззатқа неге кірдің, Айгөлек пен Нұрлыбек бақытты болсын, деп жазды. Нұрлыбек қазір Айгөлекпен дос екенін айтады. Бірақ Нұрлыбек мырза Ләззатқа үміткер болып келгенде Айгөлек Нұрлыбекке ғашық болғанын білетін шығарсыз. Одан кейін Айгөлек белгісіз себептермен қосылайық эфирінен кетіп қалған болатын. Нұрлыбек пен Ләззаттың қарым-қатынасы тоқтаған соң Айгөлек пен Нұрлыбектің эфирден тыс жаңа танысу басталды. Әзірге Нұрлыбек пен Айгөлек тек Instagram желісінде тікелей эфирде сөйлесіп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Айгөлектің қазір депрессияда жүрген видеолары желіде тарап кеткен болатын. Негізінде Айгөлек пен Айгөлектің оқырман апалары арасындағы даулы тартыстың басталғанына 1 жыл болды. Әзірге Айгөлек бұл мәселелерді шешумен айналысуда.